Қыздар сәлем, бүгін бисквиттің оңай жасалу жолын көрсетемін. Егер де осындай суреттегідей биік қып жасағыларыңыз келсе, онда 5 жұмыртқа қосу арқылы жасауларыңызға болады, онда биік болып шығады. Мен 4 жұмыртқа қосып жасадым, биіктігі орташа деңгейде болды. Оның ортасына осылай крем қосып, кәдімгідей торт ретінде шайға таптырмас тәтті болып есептеледі. Бізге ол үшін 4 жұмыртқа қажет. Жұмыртқа комнаталы температурада болуы тиіс. 120 грамм ұн міндетті түрде ситадан өткізуіміз керек болады. 120 грамм қант және де 1 шай қасық разрыхлитель теста, яғни қопсытқыш қажет болады. Шымшым, тұз. Алдыменен ыдыстарымызды сүртіп құрғатып аламыз. Ыдыстарымыз міндетті түрде құрғақ болуы тиіс. Миксерімізді дайындап аламыз. Миксердің құралдарын да міндетті түрде құрғатуымыз қажет. Енді жұмыртқаларымызды сарысы менен ағынан бір-бірінен ажыратамыз. Сарысын бөлек, және де ақуыздарын бөлек. Бізге алдыменен ақуыздары қажет болады. Мен барлығын асықпай бөліп алдым. Бөлген кезде мұқият болыңыздар, себебі біздің ақ уызымызға ешқандай да сары уызымыз қосылып кетпеуі тиіс. Егер де қосылып кететін болса, ақ уызымыз дұрыс араласпай формасын ұстамайтын болады. Соған мұқият болыңыздар. Міне мен соңғы жұмыртқамды жарайын деп жатырмын. Бір-бірінен ажыраттым. Енді осы ақ уызымызға шымшым тұз қосамыз. Және де 120 грамм қантымызды қосып, миксердің алдыменен баяу жылдамдығынан бастап, жылдамдығын өсіре отырып, жақсылап тұрып араластырамыз. Қыздарым, мен араластырып болдым. Осылай ыдыс төңкерген кезде формасын жақсылау керек. Сары уызымызды біраз араластырып аламыз. Кейін миксерімізді сөндіріп алып тастаймыз. Қолымызға күрек шие аламыз, яғни лопатка. Енді ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышымызды қосып араластырып аламыз да, сары уызымызға кезек-кезекпенен салып отырамыз. Алдымен ұнды саламыз, кейін ақ уыз массамызды астынан үстіне қарай араластырамыз. Астынан үстіне қарай, қыздар. Кезек-кезек салып отырамыз. Ұн саламыз, кейін оның үстіне азғантай ақ уызымызды саламыз. Қайтадан араластырамыз, яғни бөліп. Мен қателеспесем 3-4 ретке бөліп, кезек-кезекпенен араластырып отырдым. Бұл біздің бисквитіміздің үлпілдек болып шығуына үлкен маңызды рөл ойнайды. Сөйтіп барлық массамызды осылай қосып араластырып шығамыз. Дайын массамызды формамызға саламыз. Формамыздың астына міндетті түрде пергамент қағазын төсеу керек болады. Міндетті түрде формаға салып, дұрыстап, жайыңқырап кішкене. Міндетті түрде үстелдің үстіне 1-2 рет қағамыз. Ол бисквитіміздің бірдей болып пісуіне өзінің септігін тигізеді. Және де қызып тұрған пешке 180 градусқа 40 минутке қоямыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан да өз пештеріңізге қарайсыздар. Алғашқы 20 минутте мүлдем ашуға болмайды. Кейін оның піскен-піспегендігін ағаш таяқшасы арқылы тексеруге болады. Яғни
ағаштай ашамыз құрғақ болса, демек пісті деген сөз. Міне мен ағаштай ашасы арқылы тексердім. Ағаштай ашам құрғақ, демек менің бисквитім пісті деген сөз. Енді кремін жайлы айтатын болсақ, кремі менде қаймақ және де сахарная пудра, аздап сгущенка қостым. Біздің бисквитіміз міне осындай. Бисквитті міндетті түрде суыту қажет болады. Суытқаннан кейін мен оны 2-ге бөлдім. Егер де 5 жұмыртқамен жасайтын болсаңыздар, ол бисквитті 3-ге бөлуге болады. Ортасына крем жақтым. Кремнің негізі сан түрлі түрлерін қолдануға болады. Егер үй жағдайында және үйдегілерге шай ішу үшін болса, мен көбінесе осы қаймақпенен жасалған кремді қолданамын. Ол өте қолжетімді. Міне осындай болып шығады. Міндетті түрде холодильникке 2-3 сағатқа қоямыз. Мен мына жерде бірден кестім. Сол себепті азап кішкене формасын ұстамай тұр. 2-3 сағат холодильникке қойсаңыздар, ол өзінің формасын өте жақсы ұстайтын болады. Міне осындай болып шығады. Қыздар, тағы да айта кетейін, егер де үлкендеу бисквит қалдырып жасағыларыңыз келсе, 5 жұмыртқа қосып жасауға болады. Оның рецептін төменге қалдырамын.